Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осында песочный печенье жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма жазып және лайк басуын ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге шұңғыр ыдысқа жұмсақ сары май, шекер қажет болады. Екеуін бірге миксерлеп араластырып шығамыз. Осындай түйіршіктері пайда болғаннан соң артынша 2 жұмыртқамызды саламыз. Оны да жақсылап тұрып миксерлеп араластырамыз. Бетінде осындай көпіршіктері пайда болғаннан соң артынша өзіңізге ұнайтын кез келген красительді салсаңыз болады. Менде бұл жерде жасыл түс. Келесі кезекте шұңғыр ыдысқа 500 грамм ұнымызды, артыншақ 250 грамм какаоымызды, сосын барып 3 қасық қопсытқышымызды саламыз. Оларды бірге араластырып шығамыз. Келесі кезекте осы екеуін бірге араластырып, қатты емес, сәл ғана қолға жабысатындай етіп қамырды шығарамыз. Таяқшамен араластырып болғаннан соң, өзіміздің қолымызбен араластырып шығамыз. Бізге қант және сахарная пудра немесе қант ұнтағы қажет болады. Қамырымызды дөңгелетіп алып, бірінші қантқа 1 аунап, сосын қант ұнтағына 1 аунап противенге салып шығамыз. Осы процесті бірнеше рет қайталап, духовкаға 180-200 градусқа салып қоямыз. Печеньемізге қопсытқыш салған соң өстіп көтерілу керек. Мінекей бізде осындай керемет және өте дәмді болып шығатын песочный печенье пайда болды. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер, сізге бұл рецепт ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.